Бұл видеода сіздерге Photoshop'та мына қыздың бетіндегі безеулерді қалай кетіруге болатынын көрсетем. Ол үшін біз мына инструменттерді қолданамыз. Spot Healing Brush Tool, Healing Brush Tool and Patch Tool. Содан кейін бізде штамп деген бар. Кейінірек осы штамп туралы көрсететін болам. Бірінші инструментіміз біздің Spot Healing Brush. Оны қолдану үшін осы инструментті белгілейміз да, мышканың оң жағын басып, осы инструменттің жаңағы свойствосын көреміз. Безеудің размерімен белгілеп аласыздар. Жаңағы жесткостін өздеріңізге қандай қажетті, соны белгілеп аласыздар да. Бірінші мынау жесткостін 0-ден бастап көріңіз. Мысалы мынандай қылып безеуіміз сол кезде кетеді. Мысалы осындай бірнеше рет басасыздар да. Бұл инструмент осы жан жағындағы цветтерді қолдану арқылы жаңағы безеуді кетіреді. Безеуді немесе басқа да объектілерді. Назад басайық. Назад басу үшін Ctrl-Alt-Z бассаңыздар назад жүреді. Егер бір шаг назад жүрсін, Ctrl-Z бассаңыздар бір шаг назад жүреді. Келесі инструмент біздің Healing Brush Tool. Бұның ерекшелігі бірінші инструментке қарағанда бұл сіздер керекті жерді белгілеп алу керексіздер. Бұл штампқа өте ұқсайды. Мысалы, қазір былай бассаңыз, сіздерге ошибка шығады. Альтты басып тұрып, керекті жаңағы ресурсты таңдап, содан кейін жаңағы өшіретін жерге басыңыз деген. Мысалы, бізге мынаны кетіру үшін бізге мына жақын жердегі цветтерді таңдау керек. Осы жерге басамыз, мысалы, жайлап бүйтіп баса береміз. Бұның да өзінің свойствосы бар. Оң жағын бассаңыздар, бұл жерде тоже желательно 0-да тұрған дұрыс. Келесі безеуді кетіру үшін былай басамыз. Осы инструмент негізі кетіруге қолайлылау, өйткені сіз ойлағандай жасауға болады да, былайынан. Банағы инструмент кішкене кірлеу болып шығады, бірінші инструмент. Ол инструмент бірақтан жылдам жұмыс істегенге өте қолайлы. Мынау да бірақтан жылдам жұмыс істеуге болады. Келесі инструмент біздің ол Patch Tool. Patch Tool деген бұл да штампқа ұқсайды, бірақтан бұның жұмыс істеуі жаңағы сіз бір объектіні белгілеп аласыздар да, соны ұстап алып басқа жерге апарасыздар. Мысалы, мына жерді кетіру керек болса, белгілейсіздер, выделениемен белгілейді. Қай жерге созасыз, мысалы, мына жерге созсаңыз, мынау келесінен белгілейді. Осы жердің цветтерін алады. Үстіге жіберсеңіз, үстідегі цветті алады. Астыға жүргізсеңіз, астыға. Желательно бұл жерде оң жаққа жүрген дұрыс, өйткені цветтер бірін-біріне ұқсайтын болады. Міне, осындай результат. Бұны әрине жақсартуға болады, бірнеше инструмент қолдану арқылы. Мысалы, патчты қолданып, содан кейін мынау инструмент қолдансаңыз болады, былайынан кішкене кетіріп, сол кезде онша көрінбейтін болады. Мына жерде патчты тағы да қолданып көрейік. Мына жерде патч tool таңдаймыз, белгілейміз. Мысалы, міне безеу кетті. Әрқайсының өзінің бір ерекшелігі бар қолданатын кез. Бірақтан бәрін бірге қолдануға болады. Мысалы, патч toolмен алып тастайсыз да бірінші. Мына жерде кішкене аккуратно жасау керек әрине. Patch tool'ды алып тастаңыз, сізге результаты ұнамаса, аласыз да Healing Brush tool'ды қолданасыз, кішкене более сглаженный болу үшін. Келесі инструмент бізде Content Aware Move Tool деген бар. Ол үшін сіздер объектіге барасыздар да, бұл да тура жаңағы Patch tool'ға ұқсайды. Ол бірақтан жаңағы наоборот, жаңағы сіз белгілеп алған жерді басқа жерге апарып. Бірақтан енді бұл инструмент қаншалықты қолданатын білмеймін, бірақтан бұл текстке байланысты қолдансаңыздар болады. Енді біздің келесі инструмент Clone Stamp Tool. Бұл да бағанағы штамп tool, жаңағы бәрі бірін-біріне ұқсайды негізі. Штамп tool'ды белгілеп аласыздар. Бұлардың барлығы жаңағы осындай бетті тазалауға, жаңағы бір объектіні тазалауға, бір артық нәрсені кетіруге өте қолайлы. Мысалы, штамп tool'ды алып аласыз, жаңағы жесткостін азайтып аласыз.
Мысалы мына жерге өшіруге альтты таңдап тұрып. Бұл өте мынау инструментке ұқсайды, мынау екінші Healing Brush Toolға ұқсайды. Бұда да белгілеп аласыздар да өстіп басасыздар. Екеуін де былай қолдануға болады. Екеуінің бір ерекшеліктері бар. Оны өздеріңіз жұмыс істеп жатып байқайсыздар да. Мен бір аса бір ерекшеліктерін байқамадым. Бірақтан міне көріп отырсыздар. Бағанағы біздің патч тулымыз мынау. Кішкене үлкен объекті болса, мысалы соны былайынан белгілеп алып, соны тазалағанға жақсы екен. Белгілеп аласыздар, тазалайсыздар да, мынау жаңағы біздің инструмент екінші жаңағы Healing Brush Toolмен аласыздар да тазалайсыздар. Мына жерде де тура сондай. Осындай. Ал енді штамп туралы айтатын болсақ, біз ол үшін басқа суретті ашайық. Мысалы, мынау бұл жаңағы документ ретінде. Егер осы туралы көрсететін болсақ, мына жерде мысалы мынау объектіні көшіріп алу керек болса, таңдайсыздар да, мысалы альтты басасыздар, объектіге басасыздар, мына жерге басасыздар. Және де бұның жосткісі бар. Жосткісін көбейткен сайын тура сондай көшірілетін болады. Мысалы, міне жаңағы бүткіл пиксельдермен жаңағы. Мысалы, мына жерден тағы бір келтірейік. Мысалы, мынаны көшіру керек болса, мынандай кішірейтіп алайық бірінші. Мына жерге қою керек болса, былайынан ұстап тұрып белгілесеңіз, өш жері мынандай болып белгіленіп шыға келеді. Келесі инструмент бізде Red Eye Tool деген бар. Ол жаңағы егер сіздердің суреттеріңізде жаңағы қызыл көз пайда болса, жаңағы спышкадан пайда болады, немесе қараңғыда пайда болады, жаңағы спышкамен сол кезде қызыл пайда болса, көзде адамның соған бассаңыз, соны кетіруге жақсы көмектеседі. Бұл жаңағы красные глаза деген болады, соған байланысты. Енді басты инструменттеріміз осы, кожаға байланысты, жаңағы адамның бетіне безеулерін тазалауға байланысты. Бірақтан бұл жерде маска туралы айтпайтын боламыз. Маска туралы басқа жаңағы уроктарда түсіндіретін боламыз. Бұл жерде жалпы жаңағы осы инструменттер туралы айтып кеттік. Келесі сабақта енді осындай адамның бетін қалай әдемі қылып тазалауға болатынын көрсетеміз. Осы инструменттерді қолдану арқылы және тағы да маска қолдану арқылы осы адамның кожасын әдемі қылуды айтатын боламыз.